Сәлем достар, біз бүгін жеңіл пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Одан кейін қант. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сүтімізді қосамыз. Келесі ингредиентіміз ол сұйық май. Енді пирогымызға какао қосамыз. Одан кейін ұнымызды қосып аламыз. Енді бізге пирогымызды көтеріліп пісу үшін разрыхлитель, немесе оның разрыхлитель болмаса, соданы алып, уксуспен араластырып, сұйықтыққа қоссақ болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, қызып тұрған пеште 180 градуста көтерілгенше пісіреміз.